Сәлем достар, бүгін бізде ерекше күн, біздің ауылға 60 жыл толып жатыр. Бұл менің ауылым Таусүгір. Тыныш, таза, кең дала. Аспаннан қарағанда өте әдемі көрінеді. Осы жерде мен дүниеге келдім. Бұл менің балалық шағымның мекені. Жолдар, үйлер, ағаштар бәрі таныс. Әр бұрышы естеліктерге толы. Биыл біздің ауылға 60 жыл болды. Осы жылдар ішінде ауылымыз өсіп, көркейіп, тамыр жайды. Ата әжелерімізбен еңбек етті, әкелеріміз салды. Біз жалғастырып келеміз. Таусүгір жай ғана ауыл емес, бұл үлкен отбасы сияқты. Маған бұл ауыл қатты ұнайды. Таусүгір мен үшін ең ерекше жер. Қонысы тұрық, отырық, ятық деген түрік тілінен алынған, қазақшаға аударғанда жатақ, тұрақ деген сөзді білдіреді. Қаратұрақ селолық ауыл округіне қарайтын таудың төрінде орналасқан ауыл, жері құнарлы, суы мол, не ексең сол шығатын жердің жаннаты Таусүгір десе керек. Қойсақ болса Шелек аудандағы алдыңғы қатардағы ең ірі қой кеңшарының бірі болды. Кеңшар кезінде мал басы 53 мың қойға, 3 мың бас жылқыға жетіп, сонымен бірге егін шаруашылығымен де жүгері, бидай тағы да басқа дәнді дақылдарды өсірумен айналысқан. Ауылымыздың 60 жылдық мерейтойы тағы да құтты болсын деген келеді. Мен осымен видеоны аяқтаймын. Всем пока!